келінді қарашы. Енесі екеуі. Кеше түскен жап-жас келін ғой көршінің. Сонша ұрсып тұр. Жоқ, мен осы енелерге түсінбеймін. Неменеге сонша ұрсады? Ол да біреудің мәпелеп отырған қызы ғой. Одан да түсіндіріп айтса түсінеді ғой. Дұрыс па? Ұрыспайсыз ба сонда? Мен ертең келініме бар ғой, ене болсам ұрыспаймын. Мен былай түсіндіріп айтатыным, айналайын ау. Мынауың дұрыс емес. Мынауың енді бір емес, екі емес, үш емес, қанша рет айтуға болады айналайын, а? Ай, ата-ананың тәрбиесін көрмегесің ба деген сөзді естіртесің ғой ертең ата-анаңа. Міне, ата-ананың емес телефонның тәрбиесін алғанның кесірі осының бәрі. Көзің бақырайып неге тұрсың? Саған жетпей ма осы, а? Мына миыңа жетпей ма? Сені көрсем нервім ойнайды деп бар ғой. Мені ма? Жоқ, келінге да? А, келінге ма? Деп өстіп жай сөзбен айтса түсінеді ғой. Иә, түсінеді. Он бар. 9 миллион сұрап тұрған машинамды қалай 800 мыңға берем? Айтыңыз. Әй, мен саған 800 мыңға бер деп тұрған жоқ. Вот адам-ау. 800 мың теңгеміз бар, қалған біртіндеп әйтеуір жинап береміз деп тұрмын. Енді ағайын туыстай болып кеттік. Өзі ғой ана күн үйде жеңше деп жүрдің ғой айналайын. Бір апта болды Астанадан келгелі біздің үйде жатқаның дұрыс па? 3 мезгіл тамақ ішесің, еще аузы берік емес. Соны айтам. Кешке жақын еще бізбен ауыз ашасың айналайын. Үйде телефонның зарядтайсың, душқа түсесің, светті жағып ұйықтайды екенсің. Қанша светтің ақшасы? Соның бәрін өзіміз жинасақ, мынандай машинаны өзіміз алып деп қой. Ағайын туыс деп отырып қой. Балам айналайын, мені ренжітпе. Мені ренжіткен адам ешқайсы жақсы болған емес. Айтшы өткенде бала не болды? Мен ренжіткеннен бір күннен кейін ана сотрясение алған ба? Не болды сол? Ой, страшный болды. Ана бір ата не болды? Жақсы, болды, берем. 800 мың теңге беріңіз. Берейін, әкел. Қалған қашан бересіз, өзіңіз айтыңызшы. Қашан бергенде біз осы 800 мың қанша жинадық өзі? Ой, 3 жыл жинадық. Ой, 3 жыл жинадық. Жақсы, өзіңіз беріңіз. 3 жыл, өстіп құтыламыз 2030-да. Ай, Али, мен қазір ертең ана Шымкентке жол жүретін уақытым болмай жатыр. Базарға барда ананы мынаны, сосын бірдеңе пұды-шуды алып, анау-мынау жинап қойшы ертеңге шейін жолға, жарай ма? Тоқтай тұрыңыз. Анау-мынау бірдеңе сірдеңе, сосын шуба-пуба. Шубасын еш, пұды-шуды деймін. Пұды-шуды. Сосын анау-мынау алып. Анша-мұнша нәрселер ғой енді. Давай мен уақытым жоқ. Не болды? Алло, жеңше. Біздің үйде жеңше бар ғой, бір түрлі мынандай нәрсе ал дейді, ол не? Анау-мынау дейді. Өрек мейіздер ма? Бірдеңе сірдеңе ше. Жейтін нәрсе ма? Жоқ, пұды-шуды дегендер ше. Сол заттар ма? Болды, түсінім. Ай, сен ағартушысың ба? Дәл өзім ғой мен. Міне, мына мені қайнымды ағарту керек, айналайын. Ағартып берші. Өзіңе тапсырдым. Ағартқанда қалай болады екен ол? Өмір дода, сен болсаң үміткерсің. Кім намысын қолынан жұлып берсін, адал болса алғаны қызғанбаңдар, жеңісінің қызығын жігіт көрсін. Өмір... Тоқтай тұршы, не оқып атсың айналайын? Мына өлеңмен бала ағара ма? Қызықсыз сен. Не? Сіздер қандай ағартушы іздеп жүрсіздер өзі? Әй, мына баланың цветін өзгертетіні крем жақтық болмай жатыр, ағармай жатыр. Әй, мен ұстаз ағартушымын. Өнер, мәдениет төңірегінде сабақ беріп, адамның жүрегін, жан дүниесін ағартамын мен. Әй, енді сөйтіп ұстазбын деп жазып қоймайсың ба? Ағартушы демей. Айттым саған, бұл ағартпайды дедім сені. Қош енді. Мен мұны ағартушы іздеймін, адам қанын қарайтушылар. Әпке, сізде созылмалы пиелонефрит, яғни белсенді қабыну кезеңі. Мен сізге сол пиелонефритке бірнеше ем жазып бердім. Соны үйде қабылдайсыз, сосын 2 аптадан кейін динамикалық бақылауға қайта келесіз маған. Неге дейді? Динамикалық бақылау, яғни контрольный анализге қайта қаралуға. Мен бақылау дегенге баяғыда бақылау жұмыс жасатын едік, сондай бірдеңе жазам ба деп. Сонда мен бүйрегім ауырды ма? Иә, сіздің бүйрегіңіз ауырады. Не деді? Созылмалы пиелонефрит. Құдай-ай, қазақшылап бүйрегің ауырады деп айтасашы құрсын. 2 апта емделу керек дейсің ба? Иә, сізге 2 апта. Ойбай, мен 2 апта уақытым жоқ айналайын. Денсаулықтың астында не бар әпке? Құдалық бар, құдалық. Келесі апта Саразға құдалыққа бармын ба? Қызық па деймін осы? Тоқтаңыз әпке, қайда кеттіңіз? Асқым кетеді ғой 2 аптада. О, ханем, берсеңіз беріңіз, бермесеңіз артқы кесіркедім. Құрбан айт құтты болсын. Не дейді? Ой, берсеңіз беріңіз, бермесеңіз ат көрін кестік кетем деймін. Қазір спектакль ойнайын деп жатырмын ғой, балаларға арналған. Қорқып жүрмін. Сол жерде батырмын мен. Сен батырды ойнайын деп жатсың ба? Иә. Немене айналайын, бір сөзің түсініксіз. Сен актерский сабақ өтіп алсай бірінші, содан кейін барып ойнасай. Айтпақшы, бізде бар ғой, биыл қыркүйек айынан бастап осы Зердеш мектебінде бар ғой, актерский сабақ мен өзім өтем. Соны қатыс, одан кейін барып ойнашы, сен ұят болады. Ойбай, қандай сабақтар ол? Ойбай, сахна тілі, сахна қозғалысы, грим өтеміз. Сахнаға қатыстың бәрін өтеміз. Батырым, десем қалай? Жақсы. Сосын мына батырым қалай? Сенің мына тұрысың бар ғой, Али, бетің айтайын. Батырлар іске емес, бір
қатындарский түрі сияқты былай тұрмаш. Бар, найзаңды ал да шаппат. Бар. Ал мына диван қаншадан? Қалай еді? 195 мыңнан Марсель. Аха. Ол блок пружинамен 2 адамдық кровать болып жазылады, көрдіңіз ғой. Әрі диван, әрі кровать ретінде, спальня ретінде қолданылады. Өте қазіргі. Ана ше ана диван. Олар 325 мың теңгеден. 325 мың 3 диван ба? Иә, 325. Ой, тоқтай тұрыңыз, мен түсіріп жіберейін қазір, тоқтай тұрыңыз, аха. Бізде ең бастысы сапаға қараймыз, халыққа қолжетімді бағада. Бұлар тканы, турецкий тканнан. Качествосы өте керемет біздерде. Ең бастысы бізде сапаға қараймыз. Жүріс. Мынау 670 мың жер отыр, 325 мың затын. Ой, енді қымбатқа алдық деп айтайық та, абысындардың чаты ғой. Ой, ертең страница кірсе біліп қоймаймын? Енді біліп қойса, енді басқасы шығар, сендер бір арзанын алған шығарсыздар, біз одан да күштісін алдық деп. Қойшын, нең бар страницаға кірем дегенше біз алған. Алана, сіз осы байқамайсыз ба? Жеңшемнен қалып баратырмын деп. Неге? Ой, жеңшем мына жерде қатты сыйлайды, білесіз ба? Жеңшемнен қатты ұрғат, бәрі пыр жүгіреді. Сіз келсеңіз бәрі досы келгендей бүйтіп, мән бермейді ғой сізге онша. Не істеймін? Не істейсіз? Конечно, басы құсап ұрсу керек бар. Қойш. Өзіңіз көрсетсеңізші бар. Жарайды, ұрсайық. Міндетті түрде сендерге ұрсу керек па? Не үшін ұрсыңыз? Ой, не үшін болғанда? Бастықпын ғой, просто ұрысқым келіп тұр. Тыныш жүріңдер. Оң маған бар. Не болды, ұрсыңыз ба? Алып кетіңдерші мынаны. Ұрыстым, иә. Ұятсыздар десе. Кімге ұрыстың? Ұрыстың оған бастық. Официанттарға? Ой, неңіз бар официанттарда? Енді. Айдын сатыр ұрыспайсыз ба? Ол байқұстарды онсыз да айдын сатыр ұрысады. Айтпайсың ба, Али? Сіз менен сұрадыңыз ба, кімге ұрсайын деп? Ой. Сосын бағланаға ұмытпай поварға да ұрсасаңыз. Осы сіздер түсінбейм бар ғой. Неге? Ой, аналарға қайта ұрса бергенше жұмыстан шығарып жібере салмайсыздар ма? Ол 12 адам жұмыс істейді, ол шығарып жіберіп басқа қайқын табамыз. Сен істейсің ба, мен істеймін ба? Жұмыс тоқтап қалады ма, қызықсың ба сен? Ой, кете берсін, менде адам деген жетеді, классасым бар, группаласым бар, бір күнде толтырып тастаймыз. Ой, одан қазір бар ғой, бұлар кетеді деп тұрсыздар ма? Кетпейді бұлар. Жалынып, наоборот қалады. Ал наоборот жалынып қалғаннан кейін болды ғой. Олар жұмысты 2 есе істейді. Дұрыс, иә? Осылай ұрыс естіп жүре бересіңдер ма? Не істейміз? Кетеміз деңдер. Қорықпаңдар, бәрін бірдей жібермейді. Қаншама жұмысшының қақында бар бір күнде. Сөйтіп кетеміз деп қорқытсаңдар, кетпеңдерші деп жалынып қалсын, жалынып қалғаның өздерінше болып жүресіңдер. Өздерің ғой бізге жалынған дейсіңдер. Түсіндер ма? Бүгіннен бастап сөйтіңдер. Давайте кеттік. Бізге тең келетіндер жоқ қой. Я сен күштісің бірақ ең емес. Я сен байсың. Ай, Али, мен Аяжан тоқтасынға кеттім тон алуға. Жай ма? Нұрай бар ғой? Шаштараз. Сол айтады маған тоныңызды ауыстыру керек дейді. Мен тонымды ауыстырып келейін бар. Қызық па ол шаштараз емес пе ол? Тонды қақтан біледі. Қойшы, әйел ғой біледі. Ей, Нұрай, тонымды ауыстырып келдім. Келсеші үйге көресің. Мә, Аяжан тоқтасынға барсам бұрға акция болып жатыр екен. 500 мыңнан аса тон алатын болсаң, кәдімгіден бір тонды неге береді екен? Сыйлыққа. Қараш деп қойсаң көрінбейді ғой, барса сен де алсай. Сен өзің тон деген жоқсың ба? Шашыңыздың тоны дедің ба? Мен онда тонға барып келдім ғой. Мейлі қой берші. Я шашымда тонын ауыстыра салам ғой. Айналайын, айналайын.